Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Бүгін мен сіздерге үй жағдайында пайдаланып баламен ойнауға болатын, яғни ойын түрін көрсетемін, яғни түстеріне сәйкес тап деген, түстеріне сәйкес қой деп айтуға болады бұны. Яғни барлықтарыңыз үйлеріңізде бар осындай стакан, яғни бумажный стакан бұл. Бұл бумажный стаканның төбесіне астына, яғни мен түстерді жабыстырып, осылай дөңгелекшелетіп жабыстырып қойдым. Әртүрлі түстен, яғни қызыл, көк, сары, жасыл түстерді, яғни мен 4 түсін алдым, яғни жабыстырып қойдым. Одан кейін тағы да соған сәйкес, мысалы жасыл түске жасыл түс сәйкес дөңгелекшелерді қиып алдым. Және де пайдаланатынымыз мынандай түтікше, яғни бала дұрыс тыныс алу арқылы мына дөңгелекшелерді ішке тартып, мына түстеріне сәйкес, яғни қоюы керек. Бұнда бала біріншіден, яғни дұрыс тыныс алуды да үйренеді. Қазір көп балалардың, яғни дұрыс тыныс алу да білмейді. Көбіне негізі біздің балаларға дұрыс тыныс алуды да үйретуіміз маңызды. Мінекей мен таза түтікше алдым. Нұрсила, саламатсың ба? Мына түтікшені аламыз. Қазір мына түстерге сәйкестендіріп қоямыз. Осылай істейміз қанекей. Мен сары түсті демді ішке тартамын. Сосын демді жіберіп қоямын қарап. Сен жақындатып алып қоймай, қайсысы болса да ал. Қасына жақындатып қойайын. Алдыма қойайын. Енді демді ішіне қатты тартып. Так. Так. Қайда? Ой, ұста, өзің ұста. Қандай түсті қойдың сен? Қандай түс бұл? Көк түс өте жақсы. Енді қалған түстерді қоямын. Дұрыстап, түтікшені дұрыстап ұстаймыз. Тарт, ішке қарата, тарт. Өте жақсы. Енді келесі. Өте жақсы. Түтікшені дұрыстап. Өте жақсы. Қандай түстерді қойдың сен? Sarı. Қызыл, өте жақсы. Яғни осылай балалармен үй жағдайында осы ойын түрін ойнауға болады. Яғни бұнда бала тыныс алуды үйренеді және түстерді ажыратуды біледі. Түстерді, яғни сәйкестендіріп орнына қоя алады.